İlyas Жансүгіров күйші поэмасы. Хан кене арқадан көшіп, Алатауға қоныс аударады. Хан ордасына сары үйсіннен шыққан бір жігіт жалғыз шешесімен келеді. Өз есімі ұмытылған соң, күйші атанып кеткен екен. Күйші хан ордасында күй тарта отырып, маңындағыларды өз өнерімен таң қалдырады. Оның тартқан күйіне әуестенбеген жан қалмайды. Айналасында отырған дүйім халық бірде қуанады, бірде зарлы күйдің әсерімен мұңаяды. Бір кезде хан кененің немере қарындасы Қарашаш кенеден сол күйшіні басы бүтін соған сыйға тартуын сұрайды. Хан кене Ханышаның тілегін қабыл алып, осылайша күйші Ханышамен бірге кете барады. Бұлайша еркінен айырылған күйші қатты қапаланып, жалғыз қалған шешесін ойлап қайғырады. Оның бар ісі күні-түні Қарашаштың бұйыруымен күй тарту болатын. Уақыт өте келе, күйші үшін бұл жағдай үйреншікті болып, өзінің Қарашашқа қалайша ғашық болып қалғанын білмей қалады. Жатса, тұрса, тек соны ойлай береді. Осылайша, Ханышаға арналған жаңа ғашықтық күйлер дүниеге келеді. Қарашашқа арналған жаңа күй пайда болады. Керемет күйлердің әуені Қарашашқа осы кедейге тұрмысқа шығсам бекен деген ой салады. Олардың ғашықтық сезімдері күн сайын арта түседі. Тіпті күйші де алып қашып кетсем бекен деп ойлайды. Күндердің бірінде Әлімқұлдатқаның ұлы Сапақ Қарашаштың шаңырағына ұрланып кіріп, мұны Ханыша сезіп қояды да, үлкен дауға қалады. Ұйықтап жатқан жеріне сұраусыз кіргені үшін Абылай ұрпағын басынды деп ашуға бұлыққан Қарашаш Әлімқұлдан жалғыз ұлы Сапақты ұстап бермесе, елін шабатын айтып дүрліктіреді. Әлімқұл елі үшін Ханышаның дегеніне көнеді. Ұлының жұрт алдында абыройының төгілуінің куәсі болады. Қарашаштың мұндай қанішерлік іс-әрекетін көрген күйшінің Ханышаға деген сезім оты бірден сөнеді. Көңілі суыған күйші енді тек мұңды күйлер тарта бастайды. Ғашықтық күйлер әп сәтте жоқ болады. Күйдің мағынасын бірден ұғатын Ханыша поэма соңында күйшіге бостандық береді.